1/55 есепті түсіндіріп өтейін. Жалпы шығару жолы бар екен. Негізінде мына жерде бізде катердің жылдамдығы бар. Катердің жылдамдығы өзен ағысынан жылдамдығынан дейді 16 км сағат артық дейді. Яғни катердің жылдамдығы болса, осы тең дейді өзен ағысының өзінің жылдамдығынан плюс 16 км сағатқа артық дейді. Яғни өзен ағысының жылдамдығына 16 км сағатты қосса, бізде катердің жылдамдығы шығады деген сөз ғой. Одан кейін, егер катер өзен ағысымен, яғни катер өзен ағысымен 18 км дейді. Катердің өзінің жылдамдығына біз қосамыз өзен ағысының жылдамдығын. Осылай жүріп өткенде 18 км дейді. 18 км. Бұл бізде S-ке тең болып тұр. 18 км және өзен ағысына қарсы 20 км жүрген жолына, яғни өзен ағысына қарсы болса, біз катердің жылдамдығынан алып тастаймыз өзен ағысының жылдамдығын. Сол кезде 20 км жүрген дейді. Қарсы 20 км жүрген дейді. Бұл да бізде S болады. Қашықтығы, жүрген қашықтығы. Өзен ағысына қарсы жүрген қашықтығы 20 км. Өзен ағысымен жүрген қашықтығы 18 км болып тұр. Яғни қандай да бір өзен болса, осының өзінің ағысы болады. Осы ағысының жылдамдығы болады да. Егер осымен бірдей жүрсе, онда өзен ағысы бізге көмектеседі. Сол үшін ол қосылады. Егер бұған қарсы жүретін болса, онда ол кедергі болады. Сондықтан біз оны алып тастаймыз. Дейді, жүрген кезде дейді жолына, жалпы осы екеуін бірдей жүрген кезде бізде 2 сағат жұмсалған дейді. Мынаның барлығына осы екеуін жүрген 18 км жүрген өзен ағысымен және 20 км жүрген өзен ағысына қарсы. Соның барлығына 2 сағат жұмсалған дейді. Енді катердің өзен ағысының жылдамдығы қандай дейді. Яғни катердің өзінің жылдамдығы меншікті, өзінің жылдамдығы қанша дейді, және өзен ағысының жылдамдығын бізден сұрап тұр екен. Демек, біз қашықтықты бір-ақ формуламен шығарамыз. Ол S тең V көбейтілген T деген. Бұл бізде S қашықтық, V жылдамдық, T уақыт. Енді осы жерден біз T-ны өрнектеп аламыз, яғни уақытты. T тең, екеуін көбейткен кезде S шықса, онда T-ны табу үшін не істейміз? S-ті V-ға бөлеміз. S бөлінген V дейміз. Осы жерде бізде T тең 2 сағат болып тұр. Уақыты бізде 2-ге тең болып тұр. Яғни жазамыз 2 тең S бізде жылдамдық, S деген бізде қашықтық. Қашықтық бізде екеу бар. Осы екеуін қосуымыз керек. Осы екеуін жүрген кезде 2 сағат жүрген ғой. Яғни T-ның орнына жазамыз, ал мынаның орнына біз 2 нені жазамыз? 2 өрнек жазамыз. Ендеше S бөлінген V, бірінші бізде қашықтық 18 км. Ол 18 км жүргендегі біздегі жылдамдық мынаған тең болу керек. Яғни VK катердің жылдамдығы қосылған оған өзеннің жылдамдығына. Қосу, екіншісі 20 км жүрген, ал бұл жерде керісінше біз азайтамыз. Катердің жылдамдығынан азайтуымыз керек өзеннің жылдамдығын. Осы кезде кітапта бізде мынаның бәрін X, Y деп белгілеген. Мен әдейі VK, VÖ деп жазып жатырмын. Себебі катердің жылдамдығы, өзеннің жылдамдығы, ненің жылдамдығы, нені қайдан шыққанын түсіндіру үшін. Енді бізде катердің жылдамдығы неге тең деп тұр? Катердің жылдамдығы ол өзен жылдамдығына 16 км қосқан кезде. Яғни мынаның барлығына осыны қойып шығамыз. Катердің жылдамдығын орнына мынаны қойып шығамыз. Демек, 2 тең 18 бөлінген катердің орнына қоямыз. Өзеннің жылдамдығы қосылған 16, қосылған өзеннің жылдамдығы. Қосу 20 бөлінген
мынаны орнына да соны қойып шығамыз, мынаны қойып шығамыз. Өзеннің жылдамдығына қосамыз 16. Бұл катердің жылдамдығы ғой. Шығады сол кезде. Орнына қойып жатырмыз. Азайтылған өзеннің жылдамдығы дейді. Енді қараңыздар. Мына жерде өзен жылдамдығы, бір өзен жылдамдығы. Екеуін қосамыз, сол кезде 2 тең 18 бөлінген 2 көбейтілген өзеннің жылдамдығы екіселенген қосылған 16 деп тұр. Қосу 20 бөлінген, мына жер керісінше алынып тұр. Бұл екеуі жойылып кетеді. Сонда 20 бөлінген 16 болады. Енді бұл жерде 20-16-ны қысқартып жіберсек болады. Қаншаға қысқартып жіберсек болады? Бұл жерде 4-ке қысқартсақ, бұл жерде 5 болады. 4-ке қысқартсақ 4 қалады. Енді мына жерден қысқартуға жақшаның сыртына шығарып жіберуіміз керек екен. Онда біз жазайық 2 тең 18, мына жерден 18-ді 2 көбейту 9 деп жазсақ болады. Ал мына жерден 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Мына жерден 2-ні шығарып жіберсек, жақшаның ішінде қалады өзеннің жылдамдығы. Қосылған 16-дан 2-ні шығарып жіберсек 8 қалады. Қосылған 4-тен 5. Енді мына 2 мен 2-ні қысқартатын болсақ, онда бізде қалады 2 тең 9 бөлінген өзеннің жылдамдығына қосқанда 8-ді, қосқанда 4-тен 5-ке. Енді мына жаққа. Мынаны қалдырайық та, бізге себеп өзен жылдамдығын табуымыз керек қой. Ал санды санға қарай ығыстырып жіберейік. Сонда 2 азайтылған 4-тен 5 тең 9 бөлінген өзеннің жылдамдығы қосылған 8. Сол жерде, мына жерде бізде ортақ береміз, ол жерде 4 болады. Сол кезде 4 екен көбейтсек 8 болады. 8 азайтылған 5 тең. Мына жерде 4-тен 3 тең 9 бөлінген өзеннің жылдамдығы қосу 8. Енді 9-ды мынаған бөлсек, мынау шығады. Мынаны табу үшін, мынаны өрнектейік, мынаны табамыз. Өзен жылдамдығына 8-ді қосқанда тең. 9-ды бөлеміз мынаған, 9 бөлінген 4-тен 3-ке. Сонда 9 көбейту 3-тен 4 болып ауысады ғой. Және мына екеуі қысқарады. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 9-ды 3-ке бөлсек 3. Енді 3-ті 4-ке көбейтсек бізде 12 болады. Мына жерде 8 қосу өзен жылдамдығы. Енді өзен жылдамдығын табуға оңай болады. Мына 8-ді мына жаққа -8 ғып ауыстырамыз. 12 -8. Сонда өзен жылдамдығы бізде не болды? 4-ке тең болды. Яғни 4 км сағат екен. Енді катердің жылдамдығы біз айттық. Яғни катердің жылдамдығы ол бізде өзен ағысының жылдамдығына қосамыз 16 км сағатты дегенде. Сонда өзендікі бізде 4 км сағат шықса, орнына қоя саламыз. Сонда катердің жылдамдығы тең болады 4 км сағатқа қосамыз 16 км сағатты. Сол кезде бізде 20 км сағат болды. Міне, яғни мына 4 км сағат өзеннің жылдамдығы, ал мынау катердің өзінің меншікті жылдамдығы. Яғни жауабы өзен, былай жазсақ, өзен деп жаза бермей қойып. Өзен жылдамдығы тең 4 км сағат. Ал катердің жылдамдығы тең 20 км сағат. Ал кітапта есепті шығарған кезде оны жүйе құрып шығарған. Және солай шығарыңдар деп басқа есептерде солай көрсеткен. Бұл жерде бізде кітапта катердің жылдамдығын X деп алған, өзен жылдамдығын Y деп алған. Сонда мынаны біткен ғой, X тең Y қосылған 16 болып тұр. Бізде мынауымыз.
екіншісіміз мына екеуінің бәрін қосқанда екі жақты қосқан кезде сонда бізде мынау екіншісі болып тұр. 18 бөлінген x, мынауымыз x қоя, x көбейтілген, мына x қосылған y, одан кейін қосу 20 бөлінген x минус y деп тұр. x минус y. Міне, сосын тең, мына екіміз бар ғой, 2 сағатымыз бар. 2. Міне өстеп, не істеген? Жүйе құрғанда, осы жүйе арқылы мына x-ның орнына мынаны қойып шыққан. Мына x-ның орнына y қосылған 16-ны қойып шыққан. Сонда былай істеген да 18 бөлінген x-ның орнына қоямыз мынаны, y қосу 16 қосу y, сөйтеді 20 бөлінген x-ның орнына тағы да осыны қойып шығады. Y қосу 16 азайтылған y дейді, тең 2-ге дейді. Дәл жаңағыдай, тек мына жүйе арқылы әріппен белгілеген. Мысалы, мына y пен мына y бізде 2y-ті береді ғой. 2y қосылған 16 болып тұр, 18 болып тұр. Қосу, мына жерде мына жойылады. Сонда 20 бөлінген 16 тең 2 болып тұр. Бұл жаңағыдай, мына жерден 2-ні шығарамыз. Қысқартып жібереміз. Сол кезде 9-дан мына жерден 2-ні шығарсақ, қысқартып жіберсек, y қосылған 8 қалады. Мына екеуі қысқаратта 4-тен 5 болады. Дәл жаңағыдай. Содан соң барып мынаны өрнектейді. Мына жаққа минус қылып аударады. Сол кезде 9 бөлінген y қосылған 8 тең 2-ден мынаны алып тастаған кезде бізде қандай шықты жаңа? 2 азайтылған 4-тен 5, мына жерде 4-тен берді. 8-ден 5 тапсаймыз, 3, сонда 9 бөлінген y қосу 8 тең 4-тен 3 шықты. Енді мынау тең деп алады да, y қосу 8 тең дейміз да, 9-ды мынаған бөліп тастаймыз. Сол кезде дәл жаңағыдай 9-ды 4-тен 3-ке бөлген кезде бізде 12 шықты, 12 шығады. Сосын y тең болады. 12-ден 8 аламыз 4-ке, ал x тең болады. Мына x-ның орнына қоя салады. X тең болады деп, y-ның орнына 4-ті қоямыз. Сонда 4 қосу 16 дейміз да, x тең 20. Сонда y тең 4, x тең 20 деп, осындай жауабы бірдей шығады.